Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді сырықтар жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Творогтың үстіне қант ұнтағын қосамыз және де оның үстіне бөлме температурасындағы еріген сары майды қосамыз. Барлығын шанышқының көмегімен немесе блендердің де көмегімен біріккенше араластырамыз. Осылай біріккеннен кейін видеода көрсетілгендей қолымызбен осындай пішіндер жасап шығатын боламыз. Сырықтардың пішінін жасап алғаннан кейін оны мұздатқышқа кемінде 2 сағатқа жібереміз. Мен мұздатқыштан алдым. Менде шамамен 3 сағаттай тұрды. Енді біз осыны шоколадты ганашқа видеода көрсетілгендей батырып алатын боламыз. Шоколадты ганашты жасау өте оп-оңай. Шоколад пен сары майды немесе шоколад пен сливкиді водяной баняда ерітіп аламыз. Видеода көрсетілгенде ағаш таяқшаның көмегімен біздің шоколадты ганашымызға осылай сырықтарды батырып алатын боламыз. Біздің сырықтарымыз дайын. Осылай үй жағдайында 3-ақ ингредиенттен өте дәмді сырық дайындауға болады. Бетіне өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі жеміс-жидектер, кокосовый стружка немесе әртүрлі жаңғақтарды да пайдалансаңыздар болады. Біздің сырығымыз өте дәмді, өте оңай жасалады. Мен сіздерге міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Менің YouTube каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.